Сәлеметсіздер ме? Бүгін мен сіздерге осы бір кестемен үндестік заңын түсіндіріп беретін боламын. Ендеше кеттік. Үндестік заңы дегеніміз не? Үндестік заңы дегеніміз қазақ тілі дыбыстарының біркелкі әуезбен айтылуы. Ол дегеніміз не? Бізде үндестік заңы екіге бөлінеді. Буын үндестігі және дыбыс үндестігі. Яғни мына буындар мен дыбыстардың бір-біріне әсер етуі. Мысалы, буын үндестігінде бізде бірыңғай дауыстылар қаралады. Ол дауыстылар бірыңғай жуан не бірыңғай жіңішке болуы керек. Мысалы, мына буындарды қарайықшы. Буын үндестігі атайтып тұр. Буынға бөлініп тұр міне. Балаға. Енді бұның дауыстыларын қараймыз ғой. Бұның дауыстылары бізде қандай болып тұр? А. Демек бұл бірыңғай жуан болып, бұл бізде буын үндестігін сақтап тұр, я? Енді келесісін көрейік. Үйімді. Үш буын тұр, я? Дауыстылары бірыңғай қандай бізде? Жуан ба, жіңішке ма? Жіңішке. Демек, бұл бізде бірыңғай жіңішке болып тұр. Келесі, әкеме, әкеме. Бұл да бірыңғай жіңішке болып тұр. Демек, бұл бізде буын үндестігіне бағынып тұр деген сөз. Бірақ, буын үндестігіне бағынбайтын да кездер болады. Мысалы, бізде кірме сөздер, яғни басқа тілден енген сөздер. Мысалы, кітап. Кәдімгі түбір кітап деген сөзді қарасақ, буындарын қарайықшы. К бізде жіңішке, я? Бірақ тап дегендегі а жуан ғой. Демек, бұл бізде буын үндестігіне бағынбайтын сөздерде болады. Мысалы, сізге сұрақ келді дейік. Мына сөздердің ішінен қайсысы буын үндестігіне бағынбайды деп. Егер буын үндестігіне бағынбайды десек, бірінші буынға бөліп шығып, оның дауыстыларына қарап шығамыз. Міне. Мысалы, айтыскер. Айтыскер дегенде а, жуанда е жіңішке болып кетті. Демек, бұл бізде бағынып тұрған жоқ. Ал егер буын үндестігіне бағынған сөзді тап десек, онда мынадай бірыңғай жуан не бірыңғай жіңішкелерін іздеп табамыз. Сол сияқты кейде біріккен сөздерде бізде буын үндестігі бағынбайды. Біріккен сөздерде дік, паз, менбен, пен, көмектесеттігінде пайда, күнем деген сияқты, паз, қой, қор деген, өнер, паз деген сияқты, аспаз деген сияқты сөздерде бізде буын үндестігіне бағынбайды. Ал бізде бағыну үшін бізде дауыстылары бірыңғай жуан не бірыңғай жіңішке болу керек. Келесі, дыбыс үндестігіне көшейік. Дыбыс үндестігі дегеніміз не? Дыбыс үндестігі дегеніміз, балалар, бізде мынадай ереже бар. Мынау буын үндестігі бізде дауыстылардың бірыңғай жуан жіңішке болып келуі болса, дыбыс үндестігі керісінше дауыссыз дыбыстардың бір-біріне ұқсата әсер етуі. Оның бізде үш түрі бар. Міне, ілгерінді, кейінді және тоғыспалы. Бізде енді әрбіріне тоқталатын болсақ, ілгерінді ықпал атайтып тұр. Ілгері дауыссыз дыбыстың әсер етуі, алдыңғы дыбыстың кейінгі дыбысқа әсер етуі. Ілгерінің бізде стрелкасы былай болады. Мысалы, қараңыз, алып бер деген сөзді қарайық. Алып бер. Мына п дыбысы б дыбысына әсер етіп тұр. Стрелканы осылай жібереміз. Мен немешке ыңғайсыз болып тұр. Алып бер бізде жазылуы осылай болады. Жазылуы айтылған кезде алып бер деп айтылады. Демек, бұл бізде ілгерінді ықпал. Немесе нұр келді. Нұр келді бізде жазылуы, я? Айтқан кезде нұр келді дейміз. Демек, бізде р кіге әсер етіп тұр. Міне стрелкамен осылай көрсетеміз. Яғни мына алдыңғы дыбыстың одан тұрған, одан кейінгі дыбысқа әсер етуін біз ілгерінді ықпал дейміз. Келесі кейінді ықпал. Кейінді ықпал керісінше ілгерінді ықпалға қарама қарсы. Керісінше кейінгі дыбыстың алдыңғы дыбысқа әсер етуі. Мысалы, қасса. Қараңыз, қасса. Негізі жазылуы осылай, бірақ с з-ға әсер етіп тұр. Қараймыз, қасса. Көрдік па? Жазылуы солай қалады, бірақ айтқан кезде дыбыс үндестігінің өзгеретінін байқаймыз. Дауыссыз дыбыстың өзіне ұқсата әсер етуі байқалады. Немесе тап, табу. Мысалы, тап деген сөзге у деген тұйық етістікті жалғайтын болсақ, бізде п б-ға айналып кетті. Демек, у б-ға әсер етіп, бізде дауыссыз дыбыс өзгеріп кетті. Түсінікті болды деп ойлаймын. Енді соңғысы тоғыспалы ықпал. Бұл да атайтып тұр. Негізі мына түрлерінің мағынасына зер салатын болсақ, ең бірінші мағынасына бірден көрініп тұр. Аттарынан тоғыспалы екі дыбыста бір-біріне әсер етеді. Мысалы, дос жаран. Дос жаран. Қараңыз, дос жаран деп айтылады, жазылады. Дос жаран деп айтылады. Көрдіңіз ба? С да, ж да бізде өзгеріп кетті. Күн кешті. Күн кешті. Ң әріптеріне өзгеріп кетті айтқан кезде, я? Міне, балалар, сонда бізде үндестік заңы екіге бөлінеді. Буын үндестігі, дыбыс үндестігі.
буын түйсігіне бағыну үшін бізде дауыстыларына қараймыз. Дауыстыларына мысал айтып кеттік бағана, міне балаға, үйімді, әкеме дауыстылары не бірыңғай жіңішке болады, жуан не жіңішке. Ал мұнда керісінше дауыссыз дыбыстардың бір-біріне өзара әсер етуі, дауысты мен дауыссыз үндестік заңы дегеніміз осы. Буын түйсігіне бағынбайтын кездер міне тұр. Көмекте септігінің жалғауы, мысалы доппен, ол бізде жуан, бірақ е жіңішке. Көрдік пе? Сол сияқты нікі, дікі деген қосымшаларда жан, тай, тал, өсім, тал, білімдар деген сияқты түрлі сөздерде ханастан, кент деген қосымшалар, мысалы дәріхана, Пәкістан. Егер буын түйсігіне бағынбайтын қосымшаны сұрап тұрса сіздерден, онда осы қосымшалардың бірі болады, немесе орхевин. Көбінесе адам тегінде де бай, бей, мысалы бей-берекет, бейбастық, бейшара деген сияқты сөздерде бізде буын түйсігіне бағынып тұрған жоқ. Сіздерге ереже түсінікті болды деп ойлаймын. Онда біз білімімізді тексеріп көрейік. Тестті орындап көрейік. Буын түйсігіне бағынбайтын сөзді көрсет. Сұрақты дұрыстап оқимыз. Бағынбайтын. Демек бізде бірыңғай жуан не бірыңғай жіңішке емес, аралас болып келеді. Қаламгер, адамдар, бірыңғай мұнда жуан болып тұр. Бұл буын түйсігіне бағынады. Ауылдас, бұлда да бірыңғай жуан. Аман сау, бұл да жуан. Бізде қаламгер деген ғана сөз тұр. Гер деген қосымшаны білеміз, бұл бізде бағынбайды, жауабы осы болады. Келесі, буын түйсігіне сай жазылған. Бұл жерде керісінше буын түйсігіне дәл келетін сөз табу керек. Аман, есен. Қараңыздар, аман деген сөз бізде бағынып тұрғанмен, есен деген сөз бірыңғай келмей тұр, иә? Ойыншық. Бұл жерде буын түйсігіне дәл келіп тұр, ал алакөлді көрейік, бұл біріккен сөз. Біріккен сөздерде біз көбінесе қосымшалардың дәл келмейтінін айттық. Түймедақ. Бұл жерде де е жіңішке болғанмен а жуан, алакөлде а жуан болғанмен өз жіңішке. Бізде дұрыс жауабы о болады. Бізде а о жуан. Жақсы, келесі. Буын түйсігіне бағынбайтын, керісінше бағынбайтын сөз табу керек бізге. Доптар, бізде о а бірыңғай жуан, бұл бағынып тұр. Аласа, бірыңғай а, бұл бірыңғай жуан, бұл да келмейді. Балалар, бұл да жуан. Доппен а о бізде жуан, е бізде жіңішке, демек дұрыс жауабы осы болады. Келесі, буын түйсігіне бағынбайтын біріккен сөзді тап дейді. Қараңыздар, біріккен сөз. Кеттік көрейік. Баспахана, бірыңғай жуан болып келіп тұр. Көкжал, бұл келеді, иә? Неге өйткені көк бізде ө біріккен, көкжал екі біріккен мағынасы бар түбір сөздердің қосындысынан. Мынау жіңішке, мынау жуан болып, осы жауап бізде дұрыс болады. Енді ақботаны көрейік. Ақбота бұл бірыңғай біріккен сөз, бірақ жауаптары бірыңғай жуан болып тұр. Келесі, буын түйсігіне бағынбайтын қосымшаны көрсет. Жұмыс. Қайсысы бізде болады? Мына жерде көрінбей тұр ма? Жұмысқа, жұмыстар, жұмыспен. Біз айттық, көмектес септігі буын түйсігіне бағынбайды дедік, иә? Көмектес септігінің қосымшалары қандай бізде? Мен, бен, пен. Демек бізде жұмыспен болса, онда қосымшалары бағынбайды деп айтамыз. Себебі о жуан, е бізде жіңішке. Келесі, бірыңғай жіңішке буынды сөзді көрсет. Бірыңғай жіңішке буынды. Бізге жіңішке керек. Алаң, бірыңғай жуан, аспазшы, бірыңғай жуан, тыныс, бірыңғай жуан. Жауабы бізде не болады? Келісім. Е бізде бірыңғай жіңішке болып тұр, иә? Келесі, бірыңғай жуан буынды сөзді көрсет. Бірыңғай жуан буынды. Жуан. Бізге мынау жіңішке, иә? Бізге жуан керек. Атам екен. А жуан, бірақ бізде е жіңішке. Үдеріс. Бұл да бізде жіңішке. Жауабы сұрақ болады. О ап, себебі жуан. Келесі, бірыңғай жуан буынды көрсет. Тағы да жуан керек. Бізге жауабы қандай болады? А, міне, бірыңғай жуан тұр. Парталар. Қаландарында бізде жіңішкелер керек. Бізге жуан сұрап тұр, иә? Міне, енді соңғы сұрақ. Бірыңғай жіңішке буынды сөзді көрсет. Жіңішке. Мезгіл. Е бізде жіңішке. Ал енді көрші қолаңды қарайық. Көрші бізде ө жіңішке, бірақ оған жалған сөзде о а жуан болып тұр. Демек жауабы а болады. Қараңыздар, сәтбай дыбыс үндестігіне түсіп айтылу өзгере ме? Өзгермей ме? Дыбыс үндестігі кезінде біз дауыссыздарын қараймыз, иә? Сәтбай деп жазылады, сәтпай деп айтылады. Демек бізде дыбыс үндестігіне түсіп айтылу өзгереді дейміз.
Келесі жауынгер. Айтып көрейікші, жауынгер. Жауынгер. М бізде ың болып естіліп тұр, иә? Демек бұл үндестікке түскен кезде айтылуы өзгереді. Немесе нүкте. Дыбыс үндестігіне түсіп айтылу өзгере ме, өзгермей ме? Нүкте. Нүкте. Ешқандай өзгеріске түсіп тұрған жоқ. Келесі күз жарқын. Күз жарқын. Мына з жға айналып кетті. Демек, мына ж зға не істесе, әсер етсе, керісінше болса кейінді ықпал болады, иә? Дыбыс үндестігіне түсіп айтылу өзгерді. Күз жарқын. Келесі сенбі. Сенбі. Н м болып естіліп тұр, иә? Демек, бұл жерде айтылуы да өзгереді. Сенбі. Мына б н-ға әсер етті, кейінді ықпал. Келесі басшы. Басшы. Мына с өзгеріп ш-ға айналып тұр. Демек, бізде бұл кейінді ықпал болады. Мына ш с-ны өзгертіп тұр. Демек, басшы дыбыс үндестігіне түсіп айтылуы өзгерді. Келесі сән ғой. Сән ғой. Бізде екі әріпте өзгеріп тұр, иә? Демек, тоғыспалы ықпал бұл жерде де дыбыс үндестігіне түсіп айтылуы өзгереді. Келесі сасырнай. Сасырнай. С болып естіледі, иә? Демек, бізде с з-ға әсер етсе кейінді ықпал бұл жерде де дыбыс үндестігіне түсіп айтылуы өзгеріп тұр. Келесі айтыс. Айтыс. Ешқандай өзгерісі жоқ, демек дыбыс үндестігіне түспейді. Жақсы. Келесі қазақ. Ешқандай да бір өзгеріс бар ма бұл жерде? Қазақ дегенде жоқ, ешқандай. Демек, бұл дыбыс үндестігіне түспейді. Келесі көз жазбау. Көз жазбау. Көз жазбау. Айтып көрейік, көз жазбау. Мына з ж-ға өзгеріп тұр. Кейінді ықпал, демек дыбыс үндестігіне түсіп айтылу өзгереді. Адам. Қандай да бір өзгеріс бар ма? Жоқ. Демек, дыбыс үндестігіне түспейді. Келесі ұрпақ. Өзгеріп тұр ма бірдеңе? Жоқ, ешқандай өзгеріс жоқ. Демек, дыбыс үндестігіне түспейді. Және соңғы сұрақ жарық. Дыбыс үндестігіне түсіп тұрған жоқ. Сонымен, балалар, айтып көреміз дыбыс үндестігіне түсетін түспейтінін білу үшін. Тақырып түсінікті болды ма? Түсінікті болса, комментарий қалдырып, пікірлеріңізді білдіріңіздер. Ал сұрақтарыңыз болса, оны комментарийге қойыңыздар. Сіздерге дұрыстап өзім тағы да түсіндіретін боламын. Осымен сабағымыз бен ойынымыз аяқталды. Сұрақтарыңыз болса, видеоға да комментарийге қалдырыңыздар. Назарларыңызға рахмет.